Достар, бүгін осындай керемет трейфл дайындайтын боламыз. 3 жұмыртқамызды алып, миксермен 1 минуттай араластырып аламыз. Содан соң қантымызды қосып, мен 4-5 минут араластырдым. Осылай біркелкі болғанша, ақ көпіршік дегенше араластырамыз. Содан соң қопсытқышымызды, какаомызды, ұнымызды араластырып алып, миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Видеода көрсетілгендей араластырып аламыз. Мінекей осындай масса болып шығады. Менде осындай шыны ыдысқа құйып алдым. Ыдыстың қандай болуы маңызды емес, диаметрі де маңызды емес. Өздеріңізде үйде қолданып жүрген ыдыстарыңызға құйып 20 минуттай пісіріп аламыз духовкада 180 градуста. Мінекей достар, осылай етіп пісіріп аламыз. Мен 20 минуттай пісіріп алдым. Осылай бетін басқан кезде жұмсақ болып тұру керек. Піскен піспегенін осылай ағаш таяқпен тексеріп аламыз. Толықтай суытып алуымыз керек. Енді біз суығанша кремімізді дайындайтын боламыз. Біздің кілегейіміз осындай салқын болуы керек. Салқын болмаса, ол көтерілмей қалуы мүмкін. Кілегейімізді осындай жай жылдамдықта араластырып отырып, қант ұнтағымызды қосып, қою болғанша араластырамыз. Мен 5 минут араластырдым. Осындай қою болып шығуы керек. Енді сүзбелі ірімшігімізді араластырып аламыз. Сүзбелі ірімшігіміз бізде қою. Сол себептен мен бөлек ыдыста араластырып алдым. Содан соң біздің кілегейіміздің үстіне қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, осындай қою біркелкі болып, біздің креміміз дайын. Осындай қою болып шығады. Креміміздің қоюлығы осылай төмен қаратқан кезде кейін қарай түспейтін болады. Енді біздің дайын қамырымызды алып, ұнтақтап, үгітіп аламыз. Осылай үгітіп дайындап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша, сосын ыдысымызға салып, жинақтайтын боламыз. Мінекей достар, мен осындай стаканды пайдаландым. Өздеріңізге ыңғайлы коробкасы бар, өзінің, соған салып пайдалансаңыздар да болады. Мен осындай үйде өзімізге жеуге ыңғайлы етіп, осындай ыдысқа салып дайындадым. Достар, мінекей видеода көрсетілгендей осылай дайындап алатын боламыз.
Мінекей достар, осылай мен дайындап алдым. Енді шоколадты ганажымызды дайындайтын боламыз. Мен осылай шоколадты бөлшектеп салып, үстіне кілегейімізді құйып, микроволновкада ерітіп алдым. 4-5 минутқа қойып, микротолқынды пеште ерітіп алатын боламыз. Мінекей жақсылап араластырып, біздің трайфлымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мінекей біздің трайфлымыз дайын. Дәмі тіл үйіретін трайфлымыз. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.